өкілдерінің мәліметінше бүгінде 1 миллионнан астам қазақстандық несие төлеу мерзімін кешіктірген. Болжам бойынша банк алдында берешегі бар борышкерлердің 31 мыңнан астамы банкрот деп танылуы мүмкін. Егер азамат банкрот деп танылған жағдайда, ол өз міндеттемелерінен босатылады, яғни оның қарыздары кешіріледі. Аталған жағдай міндеттемелерді орындаудан теріс ниетпенен жалтару, мүлікті жасыру тәуекелдеріне және борышкер тарапынан басқа да әрекеттері алып келуі мүмкін. Әдейі банкроттық үшін борышкерлерді кім тексереді? Ал мүлкін жасырып, жалған ақпарат ұсынғандар жазаға тартылады. Сондай-ақ банкрот деп танылған азамат 5 жыл бойы ешбір банктен несие ала алмайды. Ал банкроттыққа екінші рет тек 7 жылдан кейін ғана жүгіне алады. Азаматтың ресми кіріс шығысы 3 жыл бойы бақылауда болады.